Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен даусым барлығы естіліп тұр ма? Естіліп тұр, апа. Құрметті әріптестер, 122-ші жалпы білім беретін мектептің директордың оқушы жөніндегі орынбасары Өтеулинова Зәуре Молдасадыққызымын. Енді биылғы жылы аттестациядан өтудің талаптарының бірі педагог сарапшыларға да ол авторлық бағдарламасы не болмаса оқу әдістемелік құралы бойынша тәжірибе тарату болып табылады. Енді бұл орайда біздің мектебімізде бастауыш сынып мұғалімі Балқыбекова Эльвира Ергебекқызы осы қыс мезгілінде мектептің сараптамалық кеңесіне бастауыш сынып оқушыларын математикадан түрлі зияткерлік олимпиадаларға дайындау тақырыбында авторлық бағдарламасын ұсынды. Авторлық бағдарламасы мектептегі сараптамалық кеңеспен қаралып, тыңдалып, оның авторлық бағдарламаны жазу талаптарына сәйкес екендігінің нәтижесінде біз қалалық әдістемелік кабинетке бұл авторлық бағдарламаны ұсыным ретінде көрсеттік. Енді Эльвира Ергебекқызы авторлық бағдарламасын қалалық әдістемелік кабинетке ұсынды, ол сараптамадан өтіп, оң нәтижесін алды. Енді осыған орай бұл кісі қазір сіздерге өзінің авторлық бағдарламасын таныстырып өтеді. Рахмет, апай. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Менің аты жөнім Балқыбекова Эльвира Ергебековна. Мен бастауыш сынып мұғалімі болам. Бастауыш сынып мұғалімі, мен авторлық бағдарламаның тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының математикадан түрлі зияткерлік олимпиадаға дайындау болған. Біз Алматы қаласы бойынша апробациядан өткізіп, сараптамалық кеңестен өткізіп, барлығын жасап қойдық, қолымызға дайын. Біз кеш өткізген себебіміз бүгінгі біздің доработкаға өтіп кетіп тапсырмамыз, қолымызға авторлық бағдарламамыздың куәлігін енді алдық. Қазір бір минут мен сіздерге слайд қосайын. Қазір бір минут, әріптестер. Өзінің несі керек қойыз? Демонстрация экранын байқайтып қалдырпай қалдым қазір. Кешірім өтінемін. Бастауыш сынып оқушыларының математикадан түрлі олимпиадалық жарыстарға, зияткерлік олимпиадаға дайындау тақырыбында менде авторлық бағдарлама сараптамалық кеңестен өтті. Авторлық бағдарламамыздың біз 4-ші сынып оқушыларына арнадық. Бұл жерде біз авторлық бағдарламада 34 тақырыпқа жоспарлап, тақырыптың барлығын мектептің ішінде бірлесе отырып, әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып, құрастырып, тақырыптың барлығын жаздық. Сол тақырыптарымыздың барлығына мақсат міндеттерін шығарып, кәдімгідей қолымызға қымыжысымен жазып, кітабымызды жазып шықтық. Кітабымызды жазып шыққан кезде бізде барлығы 127 бетке болды. Бұл авторлық бағдарламамыздың біздің өзектілігі, мақсаты, мысалы үшін. Бастауыш сыныптарда көптеген олимпиадалық жарыстар болады. Біздің оқулығымыздың ішіндегі тапсырмалар көбісі логикаға берілген тапсырмалар, бірақ тапсырма болады. Сондықтан біздің балаларымызды сол тек қана математикалық кітабымызбен ғана жарысқа апаратын болса, көптеген жарыстарда балаларымыз орын алмауы мүмкін. Неге? Өйткені логикалық даму жоқ.
балаларды олимпиадаға жарысқа апару үшін логикалық тапсырмалардан көп шығаруға, көп есеп шығаруға үйретуіміз керек. Өйткені олимпиадалық жарыстарда бала дайындықпен бару керек, тапсырмалардың барлығы логикалық, бір жақтамаған сұрақ емес, ол есептің түрлі амалдармен шешуге, неше түрлі вариантпен шешуге жолдары бар болады. Олимпиададағы дайындықтағы мақсаты мен міндеттері: оқушылардың математикалық ойлау қабілетін дамыту, логикалық есептерді шешу, үйрету, алгоритмді ойлауды қалыптастыру, стандартты емес есептерді шығаруды, шешуді дағдыландыру, үйретуіміз керек. Өйткені олимпиадалық жарыстарға барған кезде есептердің барлығы біздің кітаптан алынбайды. Соны білгеніміз дұрыс. Ал енді дайындық кезінде бізге не керек болады? Дайындық кезінде біздің баламыздың, мектептегі оқушыларымыздың олимпиадаға апаратын кезде біз үлгерімі жоғары, дарынды балаларымыз апарамыз. Бірінші кезеңде біз балаларды, дарынды балаларымызды іріктеуіміз керек. Қабілетті оқушыларымызды анықтауымыз керек. Олардың қабілеті, жаңағы анықтаған оқушыларымыздың қабілетін арттыру үшін сол балалармен әр мектепте берілген, мысалы үшін дарынды баламен жұмыс, үлгерім төмен баламен жұмыс. Сол дарынды баламен жұмысымызға осы олимпиадаға баратын балаларымызды қосамыз, сол баламызды арнайы сол баламен жыл бойы жұмыс жасаймыз. Біз тек қана үлгерімі жоғары баламен ғана емес, сонымен қатар үлгерімі төмен баланы да сол дарынды баланың деңгейіне жеткізуге әрекет жасаймыз, жұмыс жасаймыз ол балалармен де. Енді теориялық дайындық негізгі математика ұғымдарды тереңдету, математик тілде сөйлеуге үйрету, практикалық дайындық есептерді шығару, талдауды үйретуіміз керек. Және де психологиялық дайындықты, баланың психологиялық дайындығы, себебі ол бізге өте маңызды. Бала олимпиадаға барған кезде өз-өзін қалай ұстау керек, ол олимпиадалық есептердің тапсырмаларын қалай белгілеу керек, қолына берген парақтықпен қалай жұмыс жасау керек, қандай құралды өзімен алып кіруге болады, қандай құрал алып кіруге болмайды, баланы сол жерде дайындауымыз керек. Және де есеп тапсырмаларды орындаған кезде балаларға сол есептің қалай шешу жолдарын шығару керек, барлығын дайындауымыз керек. Ең бірінші балаға психологиялық дайындық керек, сенімділік керек балаға, өз-өзіне деген сенімді болу керек. Егер бала өзіне сенімді болмаса, ол олимпиадаға сіз 1000 жерден дайындап жіберсеңіз де бала, сол моментте бала өз-өзін қобалжып, қиындық сезін, психологиялық дайындық болмаған бала ол жерде төмен дәреже алып қалуы мүмкін. Сондықтан да сол психологиялық дайындықты біз мектептің ішінде өзіміз 4-ші сыныптар арасынан, 2-ші, 3-ші сыныптар арасынан баланы кішкентай кезінен бастап дайындап, әртүрлі жарыстар ұйымдастырамыз. Тура сондай олимпиададағы берілетін шаблондарды таратып балаларға, өйткені жаңағы белгілеу парағын ұсынуымыз керек балаға. Бала сол параққа өзінің аты жөнін, өзінің инін, телефонын, барлығын қалай жазу жолдарын бірінші үйретуіміз керек дайындық кезінде. Егер бала сол жерден қате жіберетін болса, баланың жазған жазуының барлығы 0 болып қалуы мүмкін. Өйткені балаға жаңағыдай қандай қаламсаппен жазуға болады, қандай қаламсаппен жазуға болмайды. Кейбір кезде олимпиадалық жарыстарға барған кезде баланың қолына ұстап жазған қаламсабы дұрыс болмаса, сканер жасаған кезде балаңыздың жауабы барлығы 0 болып шығуы мүмкін. Соның барлық жағын ескеріп, баланы біз психологиялық дайындық көрсетеміз. Енді бізге қолданылатын әдіс тәсілдеріміз: ойын технологияларын дамытамыз, математикалық ойындармен жарыстарды ұйымдастырып баланың қызығушылығын арттырамыз, топтық жұмыстар жүргіземіз, бірлесіп есептер шығаруға. Өйткені бізде болады зерден олимпиадасы болады, тағы да басқа да дарын олимпиадаларында топтық жұмыс пен олимпиадалар болды. Міне 2 жыл қатарынан балалар топпен бірге барады. Мектебіңізде қанша параллель бар? Мысалы үшін 3-ші сыныптан 3 оқушы, 4-ші сыныптан 3 оқушы, 2-ші сыныптан 3 оқушы деген сияқты топтық жұмыстар болып жүргізіледі. Бұл жерде топтық жұмыс болған кезде баланың 4-ші сыныптан 1 оқушы, 3-тен 1 оқушы, 2-ден 1 оқушы алынады. Солай топпен жұмыс жасауға үйретуіміз керек, командный работа болу керек балалар. Бірін-біріне қолдау көрсетіп көмектесуге. Және де әр оқушының қабілетіне қарай тапсырмалар беріледі. Бүкіл балаға бірдей тапсырма жасаған жоқпыз. Біздің жұмыс дәптерімізде бар, арнайы берілген. Сол жұмыс дәптерімізде де бүкіл тапсырмаларымыз дайын. Баланың қолына бергенге бала сол тапсырмамен жұмыс жасай береді. Келесі, интерактивті әдістермен жұмыстарды жүргіземіз. Баланы тек қана қағазбен ғана дамыта алмаймыз, кітаппен ғана қолынан қағаз беріп қойып. Өйткені заман талабы сол, бала интерактивті ойындармен, интербелсенді ойындар арқылы актыны бала жақсы меңгеру керек. Баламыз функционалды сауатты болу керек. Өйткені олимпиадалардың кейбір түрлері бізге онлайн түрде беріледі,
Кейбір кезде олимпиадалар компьютермен мектептің өзіне келеді. Бүкіл олимпиадалар компьютермен орындау керек. Бала сол кезде жаңағы цифрлық технологияны жақсы меңгеру керек, қай жерде қалай басу керек, сұрақты қалай оқу керек, келесі сұраққа қалай көшу керек екенін бала біліп отыру керек. Біз баланы олимпиадаға қызықтырып ойнату үшін, тапсырманы орындау үшін біз әртүрлі интерактив ойындар арқылы мектептің ішінде отырып, ұйымдастырып, құрастырып, жарыстырып ойнатамыз. Математика сабағының үстінде де 5-10 минут уақытты бөліп, бүкіл сыныппен бірге ойнатып жасатамыз. Соның ішіндегі алғыларын анықтаймыз. Және де дарынды баламен жұмыс жасаған кезде бөлек уақытымыз бөлінген кезде, сол кезде тағы да жұмыс жасап, балаларымызды жан-жақты дамытамыз. Енді олимпиада есептердің түрлері, логикалық есептер беріледі. Баланың ойлау қабілетін тексеру үшін біздің авторлық бағдарламамызда көбінесе осы логикалық жағынан есептерді көп алдық. Және де баланың мүмкіндіктерін есептеу, мысалы үшін комбинаторлық есептерді беріледі, геометриялық есептер беріледі, сандар теориясына қатысты есептер беріледі. Міне келесі дайындықты қателіктер мен олардың болдырмауын жасаймыз. Баламен жұмыс жасалады. Қателікпен жұмыс, балалар олимпиадаға барып келген кезде өздерінің нәтижесін көреді. Сол олимпиададан кейін біз өзіміздің балымызды аламыз. Және де олимпиададан алынғаннан кейін өзіміздің қай жерден қандай қате кеткенімізді тексереміз. Және біз баламен бірге отырып қатемен жұмыс жасаймыз. Егер де қатемен жұмыс жаса алынбаса, бала екінші рет сол қатені қайтадан жасау мүмкін. Баламен олимпиада өткеннен кейін, болмаса жарысымыз өткеннен кейін, күнделікті дайындық өткеннен кейін қатемен жұмыс міндетті түрде болу керек. Өйткені бала өзінің қатесін тауып, өзінің қателік жасаған жерін көріп, сол қатені болдырмас үшін, сол қатені қай жерден қате кеткенін бала көз жеткізу керек. Теориялық білімін жетілдіруіміз керек. Практикалық дағдылардың төмендігінің арқасында бала қате жібереді. Сондықтан практикалық жұмысты көбірек жасауымыз керек болады. Және де психологиялық қысымға төтеп беруге. Олимпиадаға барған кезде білесіздер, балаларыңызға бөтен мектеп, бөтен орта, бөтен балалар, бөтен мұғалім, ол мұғалімнің әрбері жүргені, кіріп тұрғаны, сөйлегені, көзқарасы балаға психологиялық қысым ретінде саналады. Бала өзін бөлек ортада, өзін жаңағыдай бөтен ортада өзін қысылып сезінеді. Сол жерде балаға, өйткені біздіңкі бастауыш сынып балалар болғандықтан, олар басқа бөтен мұғалімнің көзқарасын, жүріс-тұрысын, сөйлеген сөзін өзіне қысым ретінде қабылдайды. Біз соны баланы стресс устойчивый бала жасауымыз керек, төзімді болу керек бала, кез келген жағдайда өзін ыңғайлы, қолайлы сезінуге. Уақытын дұрыс пайдалану керек. Бір сұрақпен жарты сағат отырып уақытын кетірмей, балаларға үйретеміз біз. Біздің авторлық бағдарламамыздың тапсырманың ішінде де бар. Тапсырмалар береміз. Тапсырма берген кезде балаға бірінші жеңіл тапсырманы үйреніп ал, орындап ал. Өзіңе қиын тапсырманы кейінге қалдырамыз. Жеңіл тапсырмаларды орындап шығамыз. Кейін қиын тапсырмаларға уақытты бөлеміз. Міне, осылай арқылы біз баланың уақытты тиімдеуді үйретеміз. Одан кейін соңында, ең соңында аяқтауды басып қоймай, қателіктермен дұрыс жұмыс жасап, өзінің басынан бастап қайтадан тексеріп шығып, қай жерде белгілеме кеткенін барлығын түсіндіріп, үйретіп, осы тапсырмалардың барлығын біз электронды түрде мектептің ішінде компьютермен орындаймыз. Және де балаға кез келген олимпиадаға бланканы толтыру кезінде де жасап түсіндіріп үйретеміз. Сол тапсырмаларға дайындық барлығы толыққанды осы біздің кітабымыздан ала аласыздар. Және де қорытынды айта кетейін, дайындық үздіксіз процесс. Жеке қабілеттерді ескеру маңызды. Тиімділік мұғалім шеберлігіне байланысты. Оқушылар жетістіктері мұғалімнің мақтанышы. Егер де бала 2 алатын болса, ол яғни айтады, мұғалімнің жетістігі деп. Бала 5 алса да, ол мұғалім жетістігі. Біз неге тек қана жақсы оқитын балалардың жетістігімен ғана қуануымыз керек? Төмен оқитын баланы біз сол жақсы оқитын баланың деңгейіне жеткізуіміз керек. Мен және де осы тапсырмамның қазір сіздерге тағы да көрсетейін. Өзіміздің авторлық бағдарламамыздың толыққанды барлық нұсқасын көрсетейін сіздерге. Міне біздің авторлық бағдарламамыз толыққанды. Нұрғожаева Динара Акимовна екеуміз жазып шыққанбыз. Қазір менен кейін ол кісі сөйлейтін болады. Міне авторлық бағдарлама жазған кезде мұғалімдер, әріптестер, өздеріңіз білесіздер, өз барлықтарыңыз жазып жүрген мұғалімдерсіз. Міне авторлық бағдарламаның мазмұны барлығы бар. Міне алғыс сөзі, түсінік хаты барлығы жазылған, талапқа сай, жаңа авторлық бағдарламаның ережесіне сай жазылды. Міне толыққанды барлығы. Және де міне біз әр
есепке әр біздің алған әдіс тәсілдерімізге міне жаңағыдай толыққанды сіздерге ескерту жаңағы қалай айтсам болады, түсініктеме жұмыстар беріп қойдық деңгейіне сай әр тапсырмаға. Және де міне төменгі жағында алсаңыздар, міне біздің авторлық бағдарламаның КМЖ-сы, КТП-сы және де ұзақ мерзім жоспары, ОМЖ-сы барлығы бар. Әр сабаққа берілген КМЖ-ларымыз да бар. Сіз осы жұмысты аласыз да өзіңіздің сыныбыңызға кіріп, осы КМЖ жұмыстарымен жұмыс жасай бересіздер. Сізге беріледі жұмыс дәптері де бар. Осы жұмыс дәптері, тапсырмаларымыз бар. Осы тапсырмаға сай жұмыс дәптеріміз бар. Жұмыс парағын балаға беріп, осы жұмыстарды жасай бересіздер. Міне толыққанды біздің авторлық бағдарламамыз 1 жылға 34 сағатқа арналған. Міне көріп өтсеңіздер болады. Міне сіздерге керек болса жібереміз. Енді мен сіздерге келесі кезекке Динара Акимовнаны қосайын. Динара Акимовна осы авторлық бағдарламаның екінші авторы. О кісіні де тыңдайық. Сөз қосылды ма? Қосамын, Динара Акимовна. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен өзіміз даусым естіліп тұр ма? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Біз өзіміздің бағдарламамызды жазып шықтық. Эльвира Ергенбайқызымен екеуміз қосылып, осы жаздай жұмыс жасадық осы бағдарлама бойынша. Бұл бағдарламаның басты тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының математикадан түрлі зияткерлік олимпиадаға дайындау болатын. Неге осы Эльвира Ергенбекқызы барлығын сіздерге түгел түсіндіріп айтты. Бұл жерде қосып алатын ештеңе жоқ. Тек қана өз тарапымнан мынандай пікір қосып айтсам деймін. Бүгінгі таңда бастауыш оқушыларын олимпиадаға дайындау ең өзекті мәселенің бірі болып отыр. Ең бірінші республикалық деңгейде шықпас демонстрацияны қосып берсеңіз. Бір минут, апай. Қазір экран қосылайын. Жарайды, қоспай қойыңыз, былай сөйлей берейін. Айта беріңіз, мен қосам қазір. Иә, мектептен бастап бірінші баланы олимпиадаға дайындаймыз, өздеріңіз білесіздер. Одан кейін республикаға шығарамыз, одан кейін халықаралық конференцияларға, олимпиадаларға шығарып отырамыз. Бұндай олимпиадаларға шығару ұзақ мерзімді еңбекті талап етеді. Бұл ең басты бағдарламаның мақсаты оқушыларды олимпиада, республикалық, халықаралық олимпиадаларға шығару үшін мектеп ішінде қалай дайындау керек. Соған байланысты біздің бағдарламамыз құрылып отыр. Мектепте арнайы сағаттар, факультативтік сабақтар, немесе жеке баламен жұмыс істеген кезде осы олимпиадаға дайындап отырдық. Енді осының нәтижесінде оқушыларды тестілеуден өткіздік. Ең бірінші сауалдама алдық, ата-аналардан сауалдама алдық, оқушылардан сауалдама алдық. Сол сауалдамалардың нәтижесінде балалар неден қиналады деген сұрақ туды. Міне соған байланысты біз жоспар құрып, өзіміздің жоспарымызды құра отырып, осы сауалдаманы қоса отырып, біз өзіміздің бағдарламамызды жасап шықтық. Біздің бағдарламамыздың ерекшелігі бүгінгі таңда оқушылардың логикалық қабілеттерін дайындауға, оларды логикалық қабілетін дамытуға, олармен жұмыс жасауға, әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдануға сүйене отырды. Ең басты баланың ойлау қабілетін дамыту бұл жерде. Егер бала жақсы ойланатын болса, ол логикалық есептерді шешуде оған оңайға туады. Тек қана осымен емес, біздің оқушыларымыз қалан кезекпенде жұмыс жасау барысында да логикалық тапсырмаларды орындады. Әр 90 сайын біз оқушылардан тесттік жұмыстар алып отырдық. Соның нәтижесімен оқушы көтеріліп бара жатыр ма, төмендеп бара жатыр ма, осындай нәтижелерді бақылау арқылы біз оқушылардың білімін ары қаратай дамытуға бағдарлама құрып өзіміздің үлесімізді қосып отырмыз. Және де біздің бағдарламаның бір ерекшелігі бұл Абай атындағы Қазақ университетінің докторы, профессор
Орқанованың келісімімен бекітілді. Енді осы жұмыстарымыз сіздерге қолжетімді деп ойлаймыз. Келешекте біздің бағдарлама мектеп тарапынан орын алады деген сенімдеміз. Сіздерге сәттілік тілеймін. Қосып-аларларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, осы бағдарлама бойынша қоя беріңіздер. Әріптестер, біздің бағдарлама туралы біреуіңіз пікір айтасыздар ма? Өз ойларыңызды айтып қоссаңыздар. Өз ойларыңызды қосып алып айтатын сөздеріңіз бар болса, біздің бағдарлама сіздерге ұнады ма? Қандай тиімді жақтарын байқадыңыздар? Облыстан қосылып отырсыздар, экрандарыңызды қосып сөйлеп жіберсеңіздер. Келесі әріптесіміз Комментарий жазып жатыр. Комментарий жазып екен, иә. Келесі әріптесіміз қосылсын. Келесі әріптесіміз біздің Түркістан облысы Сайрам ауданы Қожақорған ауылы номер 12-ші